С удовольствием представляем вам первый поединок сегодняшнего вечера. В первом среднем весе до 69,8 килограмма нас ждет 4 раунда профессионального бокса. Рефери в ринге Олег Ковальчук. И первым в синий угол ринга добро пожаловать спортсмен из Казахстана. Поприветствуйте его, Бексултан по прозвищу Октябрьский Исахмед. Внимание, встречайте его соперник, красный угол ринга. Добро пожаловать по прозвищу Тимуджин Аманбек Полекен. Уважаемые дамы и господа, прежде чем я познакомлю вас с соперниками, дайте шуму, поддержите боксеров! Внимание, представляю вам соперников, и первым я вам представлю боксера из синего угла. Он представляет Казахстан, его возраст 17 лет, рост 185 сантиметров, вес 69,5 килограмма, и у него сегодня профессиональный дебют. Он представляет клуб King Ring, Нурат, Талгарский район, Алматинская область. По прозвищу Октябрьский встречайте, Бексултан Исахмед. Внимание, его соперник, красный угол ринга. Боксер также представляет Казахстан. Ему 17 лет, рост его 179 сантиметров, вес 69,7 килограмма. У него сегодня также профессиональный дебют. Представляет клуб Даррен Боксинг, Илийский район, Алматинская область. По прозвищу Тимуджин Аманбек Полекен. Мы желаем боксерам удачи. Внимание, первый раунд. Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты бокс сүйер қауым. Бүгін Алматы қаласындағы профи боксинг спорт кешеніндегі кәсіпқой бокс кеші өтуде. Ұйымдастырушылар RD Promotion, New Names Management және R12 боксинг компаниясы. Нақтырақ промоутерлерді атап өтетін болсақ, Жасұлан Әділбеков, Қанат Көптілеу, Сағатбек Мұсаханов, Ұлжан Мұсаханова және матчмейкерлер Жампейіс Назарғали, Айнат Қабидулла, Дархан Қабыланбаев, инспектор Дастан Асқар және Рахымжан Ерденбеков. Айта кетейік, бұл кәсіпқой бокс кеші негізі басқа ұйымның ұйымдастыруымен өтуі тиіс еді, алайда белгілі бір себептерге байланысты бұл компания ұйымдастырудан бас тартып, енді мінекей Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясы және оның президенті Рахымжан Ерденбековтың үндеуінен кейін Қазақстандағы барша промоутерлік компаниялар, менеджерлік компаниялар бір ауыздан қолдап осы кешті өткізгелі отыр. Ал қазір әне дегенше бірінші жекпе-жек өтуде. Қызыл бұрышта бізде Аманбек Бөлеген, көк бұрышта Бексултан Исахмед. Екеуі де алматылық боксшылар. Екеуінде де дебюттік жекпе-жек. Қос боксшы да әуесқой бокста анау айтқандай бір нәтижелері жоқ, алайда осы кәсіпқой бокстағы өздерінің мүмкіндіктерін сынап көргісі келеді. Екеуі де оңақай. Бұл жекпе-жек 69-да 7 келі салмақ дәрежесінде өтуде.
4 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Қазір мінекей Аманбек Төлегеннің басымдығын көріп отырмыз. Енді қос дебютанттық жекпе-жекті өткізіп жатқаннан кейін екеуі де осы аренада отырған барша промоутерлердің, менеджерлердің көзіне түсіп қалғысы келеді. Сондықтан қолдан келгеннің барлығын жасайтын болады. Жалпы дебюттік жекпе-жек өткізетін боксшылардың көбісінің енді есімдері халыққа аса таныс болмағанымен, олардың жекпе-жектері үнемі қызықты өтіп жатады. Аманбектің соққылар сериясы бірінен соң бірі бағытталуда. Жекпе-жектің аяқталуына 10 секунд қалған кезде қазір мінекей жігіттер бар күшке салуда. Внимание, первый раунд завершен. Аяқталды. Ал бүгін сіздер үшін қызмет ететін комментаторлар мен Айнат Қайбекұлы және менің әріптесім Олжас Салықов. Да, друзья, мы еще раз приветствуем всех любителей бокса, всех фанатов спорта. Сейчас у нас начался первый поединок нашего боксерского вечера, в котором встречаются два бойца, оба дебютанты, обоим по 17 лет. В синем углу у нас Бексултан Исахмед, его оппонент в красном углу Аманбек Төлеген. Пока Айнат вводил вас в курс дела, у нас закончился первый раунд. Бойцы разошлись по углам. Углы тренеры дают наставления своим бойцам, своим боксерам. Расскажу вам, кто какой клуб представляет. Бексултан Исахмед представляет у нас клуб King Ring. Его оппонент Аманбек Төлеген. Seconds out, уважаемые секунданты, за канаты. Начинается у нас второй раунд. Олег Ковальчук подозвал бойцов Внимание, второй раунд. к центру ринга. Начинается борьба за центр. Боксер из красного угла Аманбек Төлеген начинает поддавливать своего оппонента. Отвечает джебом ему Бексултан Исахмед. Клинч. Дает замечание Олег Ковальчук, бойцу из красного угла. Пошел вперед Аманбек. Попадает слева. Комбинация. Подгоняет своих бойцов в углы. Джеб, скользь. Хорошее попадание сейчас было от Бексултана. Двоечка по защите. Поджимает в угол Аманбек своего оппонента. Держит у канатов. Отвечает ему Бексултан двоечкой. Уходит от ударов. Ну, видно, немного отдали много сил бойцы в первом раунде, что сказывается уже на динамике второго раунда, конечно. Жекпе-жек тартысы өтуде. Енді бұл қос боксшының да дебюттік жекпе-жектері болғаннан кейін бұл жерде айқын фаворит жоқ. Қазір мінекей Аманбектің соққылары жақсы тиіп жатыр қарсыласына. Екеуі де екінші раунд басталған сәтте шаршаған, сыңайлы. Бексултанға қазір қолын жоғары ұстау керек, әйтпесе соққылардың барлығы дағытылып жатыр Аманбектің тарапынан. Алда әлі 2 раунд бар. 2 раундқа шыдай ма екен деген бір сауал туындайды. Көп соққы жіберіп алып жатыр Бексултан. Тағы бір апперкот. Әлі жоқ қазір Бексултанның соққы
дарытуға жекпе-жектің екінші раундын аяқталуына қазір 10 секунд қалды. Бар күшті салу керек. Және Второй раунд завершен. секунданттардың айтқанын мұқият тыңдап, үшінші раундқа толыққанды күшпен шығуы тиіс. Айта кетейік, бұл Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясына санкциясымен өтіп жатыр. Құрметті көрермен, айта өтейік, бүгінгі бокс кешінің басты тақында қалаусыз Уважаемые секунданты, покиньте периметр ринга. жекпе-жек өткізеді. Одан бөлек осы Қазақстан кәсіпқой боксының арландары Талғат Шайкен, Рай Сейтжанов, Бауыржан Бекмұрзаевтар бүгінгі бокс кешінде. Внимание, третий раунд. Ал қазір мінекей үшінші раунд басып салысымен бірден Аманбектің соққылары өтіп жатыр. Қазір Бексұлтанның расында шаршағаны көрініп ақ тұр. Аманбектің апперкоттары бірінші раундтан бастап ақ қазір бұлай жалғаса берсе нокаут болуы әбден мүмкін. Және төреші Олег Ковальчук тоқтатты. Нокдаун. Бексұлтан әрмен қарай жалғастыра ала ма? Жоқ, жалғастыра алатындай шамасы жоқ секілді. Және жекпе-жек аяқталды. Аманбек төлеген мінекей осылайша жеңіске жетті. Уважаемая публика, дорогие друзья, вне зависимости от результата, давайте поаплодируем бойцам, так как они открывали сегодняшний вечер. В третьем раунде на 55-й секунде техническим нокаутом победу одержал Аманбек Төлеген. Аманбек Төлеген осылайша Бексұлтан Исахметті екінші раунд Аплодисменты его сопернику Бексултан Исахмет.